Формула 1 жарысында бақ сынайтын ресейлік автошабандоз Даниэл Квят мамырдың 5-нен бастап Red Bull командасымен қош айтыспақ. Бұл жайында ұжымның баспасөз қызметі ресми түрде мәлімдеді. 22 жастағы ресейліктің орнына алдағы уақытта 18 жастар голландиялық Макс Ферстаппен Red Bull намысын қорғайтын болады. Сол себепті Квят өзінің бұрынғы командасы Торо Россоға қайта оралып, маусымды сондай аяқтауды жөн деп санауда. Айта кеткен жөн, Даниэл аталған ұжымда 2013-2014 жылғы маусымда өнер көрсетіп, жақсы нәтижелер көрсеткен болатын. Енді X командасы сапындағы алғашқы сайысына жақын арада шығып қалу әбден мүмкін. Мамырдың 13 мен 15 аралығында Барселонада жалауын желбірететін Гран-при жарысында болидтің рөлінде отырмақ. Квяттың Red Bull сапының кетуіне Сочиде өткен Формула 1 жарысының Гран-приінде көрсеткен төмен нәтижесі себеп болды. Мамыр айының алғаш жұлдызында өткен бұл бәйгеде Квят мәреге 15-ші болып келді. Оның көлікті өте ыңғайсыз мәнерде жүргізуі салдарынан Ферраридың германиялық шабандоз Себастьян Феттельмен соқтығысып, қарсыласын жол жиегіне қарай шығарып тастады. Мұнымен қоса Феттель жарақат алып жарысты жалғастыруға шамасы келмеді. Осыдан соң бақ өкілдері Квяттың Red Bullдан маусым аяқтала салысымен кететіндігі туралы ақпарат таратты. Ағымдағы маусымда 22 жастағы шабандоз Формула 1 жарысының Қытайда өткен Гран-приінде 3-ші орын алып, бір мәрте жүлдегерлер қатарынан көрінді. Жалпы көрсеткіш бойынша ресейлік 21 ұпаймен 8-ші орында келеді. Ал 18 жастағы Ферстаппен осыған дейін дәл осы Торо Россода өнер көрсетіп келген. Маусымдағы ең үздік көрсеткіші Бахрейнде өткен Гран-придегі 6-ші орны. Сочиде ол мәреге 19-ші болып жеткен болатын. Голландиялық жалпы есепте 13 ұпаймен 10-ші орынға жайғасқан.